80. Суға катышка. Күш жетпей тұр ғой маған. Базар жоқ. Газ көрсетіп. Все? Қанақ от. Ұстадық әйтеуір. Ана не балшық қой қара. Мынауың пушка ғой. Мінекей. Қанша балық ұстап алдым? Біраз ұстап алдым, кішкентай алдым. Мәссаған, мынаны қара, шортан ұстап алғансың ғой. Күшті музыка екен. Трофей балық ұстады. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Егер сіз мен каналыма бірінші рет кіріп тұрған болсаңыз, онда менің барлық видеоларымды қарап шығыңыздар, және төменде комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен жаңа видеоның басынан көргендеріңіздей, біз бүгін осы видеода трофей балық ұстаймыз, және бұл видео өте қызық болады, себебі біздер бір күнде 2 рет балыққа бардық қой, 2 рет балыққа бардық. Соны осы видеодан көретін боласыздар. Сонымен көп созбай ақ қояйын, бірден балыққа кірсек. 2022 жыл есіл жазғы сезонды жабу, қасында ерік бар. Кеттік! Короче, мұз қатты ғой түнде. -2 ма сондай болып, қазір примерно 0 ма или -1 ма сондай болып тұр. Күн салқын. Күн салқында көрейін деп жатырмық, балық түсе ма, түспей ма. Ерік, Сәлем, қалайсыңдар? бүгін үлкен балық ұстаймыз дейсіз. Алла жазса. Короче, міне мынандай тірі балық алып алдық. Тірі балыққа нелерді лақтырып қоямыз. Мінекей мынандай карастар. Нені қоятын боламыз? Ана қысқы жерлетсіларды, сосын мынандай қызыл гүлоптарды, сосын қармаққа, поплавокқа, тірі балыққа ұстайтын боламыз. Еще спиннинг лақтырамыз. Может, баклажка қоямыз. Короче, бәрі бар ғой. Бүгін балық ұстауымыз керек. Потому что бізде мынандай сезон жабылады. Мынандай суда. Поплавок қайда? Жоқ қой. Мынаған лақтырып қойған ғой, тірі балықтар түссе. В общем, жағдай бізде солай. Көреміз. Кеттік ал, бісміллә. Күн салқында е алмай. Аңғашы мына бәрі не болады? Аман ма? Кәм дәл қыстағыдай. 1, 2, 3, 4 оборот жасайық. Біріншісі дайын кетті міне. Бұл 9-да, мұны соңғысы. В общем, бәрін қойып тастадық. Ар жақтан жалау көтеріледі, мына жақтан мынандай ағару керек. Мен бір тексере салайын. Мүмкін түстім бірден кішкентай балық. Мәссаған, мынаны қара, шортан ұстап алғансың ғой? Шортан ұстап алдым дейін. Ох, біле, кетіп қалды. Иә, кетіп қалыптыр екен. Аңғара. Анау. Иә. Барып көлі көрген ана. Лескісі орында ғой. Кетіп қана тұрды. Жаңа тұрды, жаңа болған жоқ қой. Жоқ түстемеген де, ештеңе қалмаған. Менікі мынандай міне. Қармақ. Мынандай поплавок и басында балық. Мінекей. Қанша балық ұстап алдым? Біраз ұстап алдым, кішкентай балық. Сонымен жаңа мен айтып кеткенімдей, біздер бір күнде 2 рет балыққа бардық, соның бірінші балығы аяқталды. Жаңа көргендеріңіздей ештеме ұстай алмадық. В общем, қысқы жерлесілердің астына пенопласт байлап алып, соны қойған болатынбыз. Тірі балыққа шортан ұстаймыз деп, онымен болмады. Спиннинг лақтырдық, спиннингке де болмады. В общем, обедтен дейін уақытымыз кетті. Бірақ есесіне біз кішкентай балықтарды көп ұстадық. Сол балықтарды алып алдық та біздер Ерік екеуміз бүкіл осы жерде бәрі балық түспейді. Не істейміз? Нұраға барайық, ночной рыбалкаға деп, ночной рыбалкаға барған болатынбыз.
Сіздер комментарий жаздыңыздар, міндетті түрде сіздер де осылай балыққа барғанда балық түспесе кетіп қаласыздар ма, немесе түнге шейін балық түспесе де отыра бересіздер ме, комментарийге жазып кетіңіздер. Сонымен екінші рыбалка, бір күнде екінші рыбалкаға баратырмыз. Қазір барамыз Нұра. 2022 жыл Нұра өзені, түнде балық аулау. Кеттік! Бүгін ночной рыбалка. Тағы да көрейін деп жатырмық. Судак налим. Оны ерік бар. Күндіз, короче, есілге бардық. Түк те істей алмадық. Сосын мына жерге келдік. Дайындап жатырмық мінекей. Есілдің бізге әйтеуір алып келген пайдасы мінекей. Мынаншама кішкентай балық. Жеткілікті ошым айтқан кезде. В общем, түнде балық аулаймыз. Көреміз ал. Не болады екен. Бұйырса, үлкен рекорд жасауымыз керек. Түсті бір дәсте. Жақ қолмен жүзі қасты. Патшақ ұстамайын ба? Давай. Ерік. Міне, ерік бұды. Налим. Базар жоқ. Міне. Ұстадық. Бәс аппақ ең. Базар жоқ. Ама арена шықты ма да сен нең бар ғой? Катышкаң істемей тұр ғой. Сол катышка. Күш жетпей тұр ғой маған. Базар жоқ. Газ курс керек сендерге қандай балық екен. Мынаны қараңдар. Тілі бар ма не? Балық екен ғой. Қалай? Бірінші рет көрсін ба сен? Мінекей дадай балық. Қорқынышты екен кәдімгі не? Мынаны қарама, мұрты бар көрдің ба? Астында. Все? Қанағы отырсың. Ұстадық әйтеуір. 7-ден 2 минут кетті. 7-тен 2 минут кеткенде бірінші налим ұстадық. Нормально. Міне. Налим деген мынандай балық. Жақыннан көрсетіп жіберейік. Түрі мынандай. Құйрығы ұзын мынандай. Көздері бар. Астынан мынандай несі бар, мынау не еді? Мұрт па? Сақал. Қазір өлшеп жіберейік енді. 0. Ал. 1,5 кг. Көрінді ма? Мен 1,530. Қоқолдың бәрі баттақ болып отыр. Жылу бар кәдімгідей. Пайдасы бар. Bir шамасы кесеп қойған бірақ. Ояныңдар. Жоқ, бар екен. Өлгендерін кесіп салып қойып қойды. Күлмінекей аяз. Көрдіңіз ме? Кәдімгідей аяз болып отыр. Мына жерде. Көрдің ба? Міне. Олай салма, астынан сал, ерік астынан. Тұрған жоқ. Давай. Ой, ерік. Ооо, мағазал шық. Наңғарам бәрі. Не балшық қота жара. Мұнауын пушка қой. Әрең алшықпын ғой мұнан қараңдар да қандай. Жип-желіні. Мен спиннигім базар бәрі. Жип-желіні не ғой? Мінекей. Мынау бар ғой. 2,5 кг бар точно. Қой, 3 келі бар. 3 келі? Давай сразу өлшейік. 1 келі бірдеңке болды ғой. Сразу өлшейік. Майсы қалтына қарай. Сыңқы қалғанға көте алмай қалғанға. Күріш дейді ғой. Өнім шықпай қалғанға. Перчатканы қайда лақтырсың? Майсы қалды. Ән жатыр перчатка. Мінекей, міне. Қазір өлшейміз сразу. Не мынау балшық-балшықтақ. Түскен ол. Мен ойлаймын 2,80. 2,80? 2,800. 2,800 деп. Ой, одан көп секілді. Мен үлкен ғой кәдімгідей. Аузың қара. Ал давай кеттік. Еще мынау қатқа қалбай. Мұз болып қалған.
деп айтам. 4 кило почти. 3 кило 960. Анау рекорд, точно рекорд. Мынандай балық ұстаған жоқпын мен точно. Мен ана уже патсактың көтерілген кезде уже мен чувствуйтын анау сәл сынып кетті ғой патсагың. Пук. Мінекей қараңдар. Көрініп тұр да? 4 кило, короче. 10-нан 24 минут кетті. 10-нан 24 минут кетті. 3 кило 900 неше болды? Короче, рекорд. 4 кило ғой? Міне қараңдар. 4 килограмм. Мынау бір неше жарты метр ғой ұзындығы мына. Кәне міне 20, 40, 60, 80. 75 сантиметр бар ғой точно. Міне мынандай балыққа түсістер балыққа. Мынау налим дейтін балық. Балық базар жоқ. Мына жолдасын көрсе тағалды ғой не. Давай енді өлтірмей суға сапсайық. 3 кило 960 әлі тұр ғой. Қайда мен спиннингім қайда? Өз спиннингімді мақтап қойшы. 2,5 теңгеге алған спиннингім рекорд жаңартып отыр ғой. Анау мен рекордым натуре. Мынандай балық ұстап көрген жоқпын 4 кило. Аңыраса же енді мен айттым ғой, мен көтерген кезде мен сынып кетті насыш. Пыққа тағалды ғой. Ё-май. Сен ала алмай жатсың ғой ана үстінен. Мен мына жерін өзі шытырлап кетті ғой, нарым басы бар ғой аңыра. Қатты жұтпаған екен по идее шешіп кетуі мүмкін еді. Еще патсак мұз болып қатып қалған. Ана мен балықты алып жүрсің. Біз нормальный балықшымыз негізі. Урағандар не Болды біздер наливчикпіз тағы. ойнамай қалдым мен 1,5 кило. Мына 1,5 кило мынау. 4 кило. 4 кило. Чемпион тұрады. Басында тәртен қиналып едік қой, короче. Шортанға барып дым ұстай алмай. Кішкентай балықтар алып келдік десін ерсіден. көріп отыр. Мынаңғара уже қатып қалды мына. Я күн суық. Тек ана аяқтасын реттеп жүр. Короче, мына қармаққа уже екінші налим ұстадық қой. Да осы қармақ мінекей. Арзан кәдімгі ешқандай несі жоқ. Катушка. Осымен алып шықтық. Бірақ ана неміз үзіліп қалды ана. Көтеріп атқан кезде. Ошым 3 кило 960 мінекей. Мінекей. Но кішкентайы. Міне. Базар жоқ. Біз әлі балығымызды жалғастырамыз әлі. Әлі олаймыз. Бұл басы. Қазір көреміз не болады. Әлі уақытымыз бар біздің. План бойынша. В общем, біздер неше 45 минуттай боламыз, сосын кетеміз. Сағат деген 1 болып жатыр. 1-ге 10 минуттай қалды. В общем, 1,5-да уже жиналып кетеміз ғой. Ағашымыз да таусылды міне. Жақ боламыз. Жоқ, қалай? Настроение. Ұйқы уже қысып жатыр. Сонымен жаңа видеода көргендеріңіздей налим ұстадық. Біздер 4 килограммға жақын 1,5 килограммдық налим ұстадық. Сонымен біздің ночной рыбалкамыз аяқталды. 2022 жылы осы менің трофейім болып табылады. Сонымен осымен видео аяқталды. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар, комментарий қалыңыздар және осы видеоны достарыңызбен таратыңыздар. Себебі келесі видеода мен сіздерге айтайын, бірден алдын ала сіздерге айтып кетейінші. Келесі видеода мен қысқы жерлесілер бар ғой, соған астына пенопласт байлап өзім қайықпен балыққа барған болатын. Сол видеоны көресіздер. Ол өте мықты видео. Сондықтан каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.